Аты шулы әнші Төреғали Төрелінің басы тағы да дауға қалды. Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Елдегі және шетелдегі жаңалықтарды алғашқы болып көргілеріңіз келсе, каналға тіркеліп, лайк пен қоңыршаны баса кетіңіздер. Аты шулы әнші Төреғали Төрелінің басы тағы да дауға қалды. Бұл жолы ол Алматы көшелерінде тапатал түсте есірткіге еліткен күйде көлік тізгіндеген. Тіпті онысымен қоймай полицейлерге қарсылық көрсетіп, өз темір тұлпарымен тұрақта тұрған автомобильді соққан. Мына видео экшн фильмдеріндегі кадр емес. Қымбат көлігінде отырып, тәртіп сақшыларына бағынбай жатқан Төреғали Төрелінің бейне жазбасы әлеуметтік желіде тарады. Ең сорақысы, өзін тоқтатқан полицейлерге қарсыласқан әнші көлікті жүргізуге талпынады. Ал машинаның ішінен жан даусы шыққан әйелдің даусы естіледі. Бірақ бірнеше полицей Төреғалиді жұлқылап түсіріп, қолына кісен салады. Соның өзінде ол тәртіп сақшыларымен ерегесіп балағаттайды. Ал осы оқиғаға байланысты Алматы қалалық полиция департаментіндегілер агрессия көрсеткен жүргізушіні медициналық бақылаудан өткізгендерін хабарлайды. Ол агрессивті болды, полицияның заң талаптарына бағынбады. Тұрақта тұрған Шевроле көлігіне зақым келтіріп, ұсталған орнынан қашуға әрекеттенді. Құқық бұзушыға қатысты алты құқық бұзушылық бойынша хаттамалар толтырылды.